Eldi Харкимді таныған бір кіші қатыны өлгеннен sonra жашчығы бұла кесі қалған еді. Үйде аш суға да, кіріп-кепчікке да тұшыруча ер кіші қазна болмайды. Жашчыққа біріге қараған тұшыру келтірейім деп ол кіші қоншы өлге кетті. Көп та тұрмай, ол бір көз қатынны келтірді. Ол қатын кесіне саби туғыншы жашчыққа аман түйіледі. Кесіне жаш туғалай, жашчықның не үсіне, не қарнына қарамай сансыз етіп қойды. Жашчық қар күн сайын сүрі ұзыңнан кетейді. Үсінде башында жоқ, қарны ач. Бір күн өксіз жашчық суықтан жылай туғалай, бір қарт қочқар сүруден айырылып, жашчықның қатына келіп бұлай сорды. Жашчық, нек жылайса? Суықтан, деп жауаплады жашчық. Мені сол мүйізіме оң жанына бір бұрчу, деді қочқар. Жашчық секіріп қопты да, қочқарны сол мүйізін оң жанына бұрды. Мүйіз шығып келеді. Анызынан қараға боялған чарықла, жылы шалбар, шымла, ич киімлі, башлықчық бұла жамытшы, жылы тон, қаптал, бөріп деген жақшы киімлі шықтылар. Енді мүйізіні оң жанына бұрып, жеріне орнат ақшолан, деді қочқар. Ол киімлені бұсағаттан үсіңе ки, деп қошты да қочқар айланып сүруге кетті. Жашчық қуанып, аяғы төбінде чөп сынмай жүрейді. Енді анысы башы жылы, ұшағылы, кірсіз. Меннен насыплы қазна жаш болмаз, деп ойлайды жашчық. Еңгірде үйге келсе, үйге анасы жашчыққа қыңғыр қарайды. Алына гыржында салмайды. Атасы келгелей, жашчықтан есе үйге анасы алға тарығады. Көремсе мұны, бұ жапысы бұла өсмезлік омақ кейінірге күрешеді. Қайдан тапты бұ бұлай киімлені? Баям қойладан оқына сата болыр. Атасы ол сағаттан барып, орында қойланы санады. Қойланы саллары түс шықты. Болса да жашчық ұшқуырсыз жатты. Ерттелікте қауып бияғы жашчық сүруге кетті. Аштан амалсыз болып жашчық төрт бүкленіп жерге ауды да аяусыз жылап башлады. Ол заманда бияғы қочқар келіп, таза тау тілде бұлай сөйлешті. Енді аш yoxum саңа не болғанды? Үсің башың жылы, аяқ киімдерің даман түйілділі. Бір айтшы неге жылайса? Ач болған аштан жылайма. Мені оң мүйізімі сол жанына бұрып бір көрші, деді қочқар. Көп мемічейді жашчық. Әрлі мүйізіні оңына бұрды да, ан içinden issi jörmeli, bauur, soxta, orta elik, қычылле, қалашла, кампетле de құйылып қалдыла. Жашчық ашқы тойды да, кесіннен қалғанын қайтарып, мүйізіні ішіне жейді. Мүйізіні оң жанына бұрып, бияғы жеріне орнатты. Қочқар да қайтып, сүруге қошырып қалды. Ол күннен sonra жашчыққа күн туды. Ол енді не ач, не жалаңач болмайды. Жүрекчіге қуанып, жашчық жырлап, сүру күтеді. Өге анасы мұны беті неден жарық болғанын білерге сынчылап айданады. Бір күн марлап тұрып, қочқарла жашчық сөйлеше тұрғаларын көрді. Ол күн өге ана еріне, «Ей кеші, үйде ет жоқты. Сүрүүчүге сайбеге да ет керекті. Бір қой сой деп қысады». «Да, кесер қой жоқты» дейді ол. «Қалай жоқты? Ма ол семіз қошқарны сойчы кіші, ол сүрүүні бұзып жүрейді». «Қошқар сүрүүні қалай бұзар?» «Сен не білесе, мен көрген манын еткенін. Аны соймасаң, ма көрісе, біздің ставатыбыз түп болыр». «Далайсы, сен айтқан етейік». Еңірде сүрүү келгелей, ол сен айтқан қошқарны кесер ме? Бұл шақны жашчық ешткен еді. Ол мұдақ болып, сағашқа қалғанын көріп, қошқар жортып жетеді. «Не болғанды, мені бағалыш yoxum», деді қошқар.
Жашчық жашырын тыңғалап өген аса атасын қочқарны кесерге амалсыз еткенін айтады. Болсын, аны үшін сағыш етме. Қалай сағыш етмейін мен, сенсіз мен қалай жашармы? Алай сақшылан мен айтқанны есіңде тұт, қайтты. Айт, тыңлайым. Еңгерде сүріні орынғы ұрғалай, атаң саңа бар жаш ол қочқарны тұтып кел десе, сен эки қоржыныңы да күлден толтырып келірсе да, мені тұтып елтірсе. Ашыққана етме, еңеріні қараңғы болырға қой. Мені жығып, саңава аяқларымы тұтарға бұйырса, сен еге қазір болып тұр. Өге анаң чырақын тұтар. Атаң бычақны мені бойыныма бұрғалай, көзлеріне күліні құй. Өге анаңы көзлеріне далай ет. Чырақны сындыр да, мені аяқларымы бошла. Кесің де секіріп, мені сыртыма мен. Аннан қалған ішіне мен кесім етерме, деп үйретті қошқар жашқа. Иңір болып, жашчықта сүрүүн елге сүрді. Ол қар күндече қояны орынға жейді. Жашчықны атасы чақырып, бұлай бұйрық берді. Бар да ол қошқарын тұтып, бері алып кел. Үйде чоқты мал кесмесек. Ол сағаттан жашчық екі қоржын күлден толтырды да, ашықмай қошқарын тұтып, атасының ауылына алып келді. Ала екесі де қошқарыны жықтыла. Жаш аяқларын тұтты, өген асы чырақны алып келді да, еріні алында сүйелді. Жашчықны атасы бычаққа қара білеу етіп, қошқарыны бойнына жаллат қалай, жашчық оң қолында ұшына қысып тұрған күлін атасыны көзлеріне құйды. Екінші қоржынына ұзалып, ұшын толтырып алды да, күліні өген асыны көзлеріне чашты. Ері біле қатыны көздері қайғылы болған сағатта, жашчық чырақны да уатып, қошқарны сыртына секірді. Ол қошқарны ұзын түклерінен қаты тұтты да, қошқар сырттан сыртқа, таудан тауға секіре қашып құтылды. Қошқар жашчықны бір биік қалаға келтіріп, аны башында қорқусыз жашарчы етті. Енді, деді қошқар жашчыққа, бұлайда ашың, суың, жатар жерің. Бұл қаладан еншке түшсең, ешігің жабылығын біл. Еншке түшерге керек болса, мабу сырина чықны соқ. О сағаттан мен жетер ме? Енді көрішкінші сау қал. Мен тау башында отлап, семірерге кеттім деп, қошқар саламлашып тауға үрлеп кетті. Ашы суы еркін, жатар жері жылы, жашауы тынч, еріксе қаланы башынан төгерекке қарайды. Бір жол бөлек аскерчі айлана келіп кеч болғанда, ескі қаланы қатында тоқтайдыла. Бұлайда Арюшаудан шықтанда су алып, аскерчілі аш пішіріп, аша бічіп жаталла. Ерттен біле жолаушыла бет жуарға шауданға барғаллай, қала башында жашчықны көрелі. Жашчық, бері түш, деп қышыралла аскерчілі. Алай бір сақлағыз деген жуапны алалла. Аскер қалаға өрлерге гынтты етеді. Ол заманда жашчық шүйоқын шақырады. Сыринаны соққаллай, қошқар жетеді. Соғыш башланады. Қошқар мүйізге жеткенini қаплап башлайды. Жығылған аскерчі екінші аяқ үстіне сүйелмейді. Алай бұла қошқар аскеріні алайдан қуады. Ол аскер бөлекчіктен сау қалған құрттақлары патшаққа келіп, болған ішлені баштан аяқ санап берелі. Патшақ аскерден жаңы жиын құрап, ол жашчықны тұтып келігіз деп жібереді. Аскер бөлеклі бірі-бірі зымнан хорланып қайталла. Аскер күчілі жашчықны тұтып келтірерге оң табылмайды. Ол қошқарыны хорлар күче жоқты. Күч жетмеген жерде ақыл болышады. Патшақ амал ізлейді. Аллай амалыны патшақны өзірлерінен бірі табады. Әлде құртқала болучылла. Аллай бір құртқаны табып, аны бұла кеңешерге керекті. Құртқа табылды. Ол жашчықны тұтып келерге сөз береді. Маңа бір гыбытны арақыдан толтырып келтірігіз да, қой да берігіз. Шанаға екі өгіз жегіп келтірігіз да, қойны гыбытны да арқан бұла шанаға байлағыз. Ол затлабыла мен жашыны келтіреме. Құртқа айтқан жеттілі.
Аңа чана араққы қойда беріп, өгізлені жегіп берділі, құртқа жолға шығып, хилалық етерге кетті. Қалада жашаған жашчық қаланы башынан төгерекке қарай келіп, шауданны қатында өгізле жегілген чананы көрді. Аннан ұзақ бармай бір қарт қатын қойны сыртынан салып, бұдырына бычақ чанча тұрған көріп, ашу башына шабады. «Ей, нечіклет есі сен? Адам алай етемеді? Халал хайуанны алла елетіп қинарға күнақ түйінмеді?» деп жашчық хаха етті. «Кеңнен хаха етмеді, жаның ауру есе келіп хайуанны халал ет. Мен білгенім четеме, сен алла бір ақыллы есең, ма бычақ ал да кес». Жашчық қошқарны аманатын ұмытып, тигелет барып, қойыны қыбылаға айландырып, атасы етушісіше етіп кесті. «Енді ақшылан, кесе білгеніңше соя да біл, мен қарт болған ма, сер да болған болыр ма? Неге жашым шамаңа бір болыш, сені ол қиының тас болмас, жаныңа өлген анаңа да суатты». Жашчық қойыны әдетте болғаныча сойды, жараштырды да саллап қазанға салды. Ол кетікте бірегенде құртқа жіберерге ұнамады. «Енді жашым, сен маңа бек болыштың, саңа Аллах разы болсын. Енді еткен ақшылығыңы тас етме, мені біле ерттен азық шығашай кет». Ол ерігіп тұрған адам қарт қатынны хиласын естілей алмай, аны бұла азық ашарға разы болды. Құртқа жарық болып жашчыққа ет өтмей қалашла да салды. «Жашым, ма бұ аламат суучуктан да біріч, бұ бек аламат сатты» деп арақыдан тарттырды. Өмірінде аузына тимеген су жашчықны için от етіп қойды. Құртқа қоймайдағы да бір кере ішірді. Жашны башы төгерек айлана кетіп, жұқысы келді да кырдыққа төңгереді. Жашчық қатты жұқлағалай, құртқа мұны көтіріп, чанаға салды да, қолын аяғын да байлап, өгізлерін жегіп үйіне айланды. Жолда жашчық көздерін açады. Қараса, қоллары аяқлары байланып, чанабла кетіп барады. «Ой, маржа, мені қолыма аяғымы да бошла, мені біттеу салларым құрушқандыла». «Қайғырмаз, ақшы жаш, қайғырмаз. Енді сені қала башында ойнағаның боллықты» деп обыр қыл күлуін етті. «Мені кішіге қатам тимейді, мені қайыр елдесі». «Сен патшаға бек кереклі адамса, ол аскерін қырғаның үшін саңа сауға берер кезілейді». «Ақ чачларың бұла тілейме, мені бошла анам». «Мен сені кебеклені сыртларымнан көп салған қатымма. Енді сен мені қолымнан ачқанмазса» деп екші түшлерінде açып күлді. Не тіледі, не жалынды есе да, ол бет қатынны жүрегі жұмышамады. Чананы башында бір көгірчүлі жашны ашыра келгенлерін көріп, жашчық көгірчүліден «Ай, мені сыринамы алып келігізді, мен сіздің ол ақшылығызны бір заманда да ұнытмазем» деп тіледі. Көгірчүлі ұчып барып, қалада сыринаны алып келіп, жашчықны башынан ешке аттыла. Жашчық сыринаны әрілеріне жеттіріп, ду деп бір еттіргелей, құртқа чауып келіп, сыринаны чұрымұры етіп таштады. Болса да, Қошқар ішіні тап болмағанын сезді. Ол түзіллей қалаға келді. Қалада жашты көрмеді, галасқа қалады. Сора чаназыны ізділеп, жолны ешкі айланды. Құртқа өгіздеріні де ашықтырып, қыстау бара кетті да ақырында елге жетті. Лайда патшахны мұртазақлары жашны чанадан алып, қара жияу етіп, тұтмақ үйге сүрділі де, алыннан олы кіріп тақтыла. Ол тұтмақ үйіні 9 темір ешігі бар еді. Аланы барысында бегітіп, жарлы жашчықны башын өмірге еркілікке чықмас кедік бегіттілі. Алайлай Қошқар жетіп келіп, секірді да ұрды, ешік чартлады да açılды. Алай еті жігіт Қошқар 8 темір ешікні, 8 темір қатыны бұзды. Ақырында бек күшлі бір темір ешік қалған еді да, бұл ешікні Қошқар бұзарға мұрат етті. Ол не күчінде жиып, ол ешікке кеңнен чап келіп башын ұрды. Ешік чықырдады, қалтырады. Екінші да чап ұрды Қошқар. Ешік қыбыш болды. Үшінші секіріп ұрды Қошқар. Ешікні парачара етіп атты, алай немедет Қошқарны башы да чачылып қалды. Жанынан сүйген Қошқары аллында сойланып жатқанын көргенінде жаш сарнап шилады.
Қочқарны құшақлады, инақлады. Алай қочқар солумай жатқан болмаса, жашчыққа ес бұрмады. Бұлайда аннан көп қалырға амал жоқ еді. Ол мұртазақла жетіп қалдығы әлі жашчық қачмай амал тапмады. Алай біле жанын ашлықтан, жалаңашлықтан құтқарған халал теңіне қочқар ақыр күнінде жашчықны еркілік үшін жанын да аямады. Кесіні жанын харам етіп, жашчықны еркілікке бошлады. Жашчық ұлы болып, жашаудай болғаннан сора, ол қочқарға сын таш ішлетіп, ол тұтмақ үй бұзылған жерде орнатқан еді. Ол сын ташқа бұллай жазу жаздырған еді. Еркілік емтүзлік үшін күреше, жігіт қочқар бұлайда жан бергенді. Ей жолаушы, бұл сын ташқа бүркіңі алып, баш ұрап кет.